Ертеде табиғат әсем, гүлге толы бір қалада Шаттық есімді кішкентай қыз өмір сүріпті. Ол ерекше бала еді, мейірімді, сезімтал, жүрегі жылы. Шаттықтың бір арманы бар еді, ол болашақта медбике болғысы келетін. Ол адамдарға көмектесуді, олардың ауырсынуын жеңілдетуді және беттерінен күлкі көргісі келетін. Күн сайын ол қуыршақтарын мұқият емде, жараларын байлап, жылы сөздер айтып ойнайтын. Бұл ойын емес еді, бұл оның арманына қарай жасалған кішкентай қадамдар болатын. Бірақ уақыт алға жылжыды, мектеп аяқталды, өмір өзінің шындығын көрсете бастады. Медбике болу оңай іс емес екенін, үлкен жауапкершілік пен күрделі дайындық қажет екенін Шаттық түсінді. Сол сәтте ол өзіне басқа жол таңдады, тәрбиеші болуды ұйғарды. Басында бұл арманынан бас тарту секілді көрінген, бірақ уақыт өте келе ол ерекше нәрсе байқады. Балалармен жұмыс істеу бұл да емдеу. Баланың білімге құштар көзі, күлімдеген жүзі, шынайы алғысы бұл нағыз шабыт. Шаттық олардың жан дүниесін, ойын, сезімін тәрбиелеп жатқанын түсінді. Сөйтіп, ол үлкен шындықты ұқты, армандар кейде өзгеріп, басқа пішінге еніп, басқа жолмен орындалады екен. Ең бастысы жүрекпен, шын ниетпен жұмыс істеу. Міне сол кезде ғана адам өз бақытын табады.